Құрметті көрермендер, бұл қазақша ЧБД. Егерде мағына тәрбие іздейтін болсаңыздар, көрмей-ақ қойыңыздар. Ешкімді тура жолға салайын деп жатқан жоқ. Біз тек қана кішігірім күлкі форматында өтетін осындай керемет бағдарлама. Өзіміз біз сияқтылар қалсақ, біз бастаймыз қазақша ЧБД. Бүгін бізде қонақта актер, КВНчик, керемет жігіт. Біз сөзіміз жерге тастамайтын Нұрсұлтан Үсеновке қошемет шабала құрып қойыңыздар. Нұрсұлтан, қош келдің. Қош көрдік. Жаңа төбеде Варда оттым ғой. Варда? Проекттің ше. Отмена болды ғой. Жаңа выпуск. Вардан барадың. Не үшін отмена? Апсайт қашан шыққан деп Нұрсұлтаннан сұрап отырсаң. Мен резидент болып келдім, ең бірінші выпускінде. Қазір қонақ болып келдім. Неге резидент болып келіп шығып кеттің бұл форматтан? Мен енді жабылып қалады шығар деп ойладым. Сөйтсе кетіп жатыр ма екен? Әлі көрермендерден көбейіп кетті камера, я? Жаман көп қой. Жоқ, Нұрсұлтан молодец. Бұл жігіт Жайдарманнан, КВНнен шыққан мықты қазір актер болып келе жатыр. Мықты киноның главный рөлдерінде ойнап, мықты кәдім. Қалай келдің ол киноға? Кино әлеміне? Енді через постельно. Шынысы ма? Через одеял. Через постель. Бірінші неден бастады Через ғой? постель деген. Сен киноға бармайсың ғонда. Сен де киноға түсірушісің ғой негізі? Мен білем ғой просто. Сен де через постель ма не? Жоқ, бұнікі через код. Кіреді да бүйтпе. И жұртып кете береді. Родной. Испантол ғой, әзілін. Адам... Біз қазір өзгергенбіз. Ешкім боқтамайды. Ешкім боқтамайды. Аға. Бірақ пасық деп айтуға болады. Адамның юморы өзіне жарасымды болу керек та. Қалай примерно? Мен через постель деген деп күлді ғой. Мынау көтмейді. Ашимде достар ғана күлді. Қалғандар жақтырып отқан жоқ, жастар. Кішкентай бала мен келіп отыр мысалшы. Далбан нахуй. Кішкентай бала кәдімгі жаман анық қарап отыр ғой. Сен жанкүйерің екен. Осы емес пе через постель келген деп кәдімгі? Жоқ. Болашақ резидент қой андай кішкене бала кезінен ше осы ШБД-ның резиденті. Көрермені кәдімгі. Резиденті көрермен емес. Мен өсем ғой, айрам ғой, қазір мыналардікі. Сен мен жамандай берші, брат, жақсы кетіп отыр. Қарағым кеме, үшем запчасы деп берекші. Бұлай әдемі екенсің, брат. Серьезно ма? Артында замауық тұрса. Әлімжандікіндей. Сонымен қалай киноға? Бірінші мен киноны кім хабарласты, бірінші Аватарға түстім. Кім боп? Джеймс Камерон ба? Жоқ. Аниматор боп. Титаникта Аватария ғой, Аватария мен, Аватар емес. Аватария деген 12-ші жерме кішкентай балардың? Ең бірінші енді жаңа эпизодта нелерді Жүзуханың біріншісіне де түскен мен негізі анда артында бұлдырап тұрады ше көрінбейді. Сонда ятсы жері бар ма не Жүзухан? Ондай полный бұлдырайым. Шынымен оны көбісі білмейді ше негізі. Артында бұлдырап Шәріп екеуміз бір бәле деп айтамыз да қанат алдында мұңайып отырады и кетеді. Сол ғана сахнам. Бірінші сахнаң ба? Жалпы кинода, үлкен кинода мен. Соған через постель келдің ба? Бұлдырайтын киноға бұлдырақ арқылы келсең? Жоқ, ол через постель дегенде ол кино арқылы келмей, былай да шақыра берсе бара берем ғой постеліне. Киноға түсірем деп, Үйге қонып кет бауырым десе болды ғой, нормально ғой. Через постель деген не ол сонда? Ма киноға түскен адам айтсын. Жоқ, андай ғой, бауырым келіп киноға түсіп кет ары бер дейді. Гостиницаны снимать етіп берем дейді. Ұйықтап, содан кейін барасың ғой, бұл. Жөнім, міне. Қалай, нормально? Солай, Әдемі, я. Әдемі. Саған... Сен қалай бар жүрсің? Мен үйден бардым ғой сразу. Гостиница қонбайсың? Өзім үйімден бардым. Үй алды ғой айтпашы, құтты болсын. Алматы. Осы күнге қанша киноға түсіп тастадың? Білмеймін, ол көп емес қой. Жетігүл болған оқиға, әкең баласы. Ол сен емес, осы жылда осын бәрі. Ол сен емес, осын... Әңгеде түскесін ба не? Ол сен емес деген Қайрат Нұртас. Ол неде шығады? Көктемде шығады, 5 наурызда, қыздарға. Жетігүлде сол 5 наурызда шыққан осы айда. Сол кинодан басталды, Алланың қалауымен сөйтіп кішкене өзім баяғыдан қызығатым негізі киноға.
бірақ Нұрсұлтанның ойнағаны шынайы кәдімгідей өзінің образында әдем ойнап. Көргендер бар ма негізі сол кинолардың бәрін? Бар, иә? Нұрсұлтанның киносын көрсең андай вообще бір қиналмай өзін тура солай образға кірмейді, өз рөлінде әдемі деп до конца әйтеуір врагтер табы. Еще жақында ғана Жайдарманның тағы да жоғары лиганың чемпионы болды. Ақбұлақпен ойнап. Жаман шүр көп екен жетістік менде, иә? Мен неға не үшін келдім десе. Шықса медаль беру керек деген. Шынымен чемпион болған жоқсың ба? Ақбұлақ, иә, чемпион болды. Жоғары лиганың біздер Дамашкіде шығып бердік. Оған дейін капитанскийде кішкене бірдей болып қалды да, в общем, Дамашк шешетін болды. Сосын квенчиктердің арасында, бітіріп кеткен квенчиктердің арасында ең көп жұлдыздық Дамашкіге шақыратын игроктарының бірі тағы да бір жетістігі. Мен ба, нау, бәрі? Сен ба? Сен емес па? Бүкіл КВН-де факультеттен бастап мектеп лигасында Дамашкіда сен жүресің. Осы атақтың бәрі сенікі. Еркебұлан Мырзабек деген сен ғой, ә? Сон бәріне гонорар алып кәдімгідей, иә? Мұспат етіп бересің ба? Кім жазады ол саған? Или бұл жүздер жазып бере ма? Жоқ, жалайтын өзім жазам ғой. Өзіңе өзің жазып аласың. Сол қызық болады да. И сол өзіңе өзің жазғанның да пайдасы кейінгі баратын жерлерінде еркін жазып алып жүре бересің да, қиналмайсың, иә. А то авторға қатты не істесең, сеніп қаласың. Ол кезде өзіңнен шықпай қалады. Бізде енді Хамекең бар ғой, біздің ағамыз, ұстазымыз. Атамыз дей бер. Иә. Бабамыз. Бабамыз, иә. Әруағымыз дей бер. Әзіл бабасы. Әзіл бабасы, иә. Хамит мен досым жақсы жігіт, өте жақсы жігіт. 5-ші түлік қой, 5 түлік. Төрт түліктің 5-шісі ма? Иә, 5-ші. Түлікке қосамыз о кісіні. Әзіл бабасы деген, иә. Біздің түлік түсінбей жатыр, түсіндірші. 4 түлік Шопан ата, ойсыл қара деген Зеңгі баба білесіз ғой? Зеңгі бабаны білетін шығарсыз? Білем ғой, ана. Зеңгі бабадан шыққан жоқ қой. Зеңгі баба дейтін нелерін крышевать етпей ма? Сиырларды. Сиырларды. Үндістанда. Иә, деп шеш қой алда отырса. Содан сол Хамекеңдер жалпы қалай әзілдеу керектің жобасын. Сол ұстазыңыз ғой? Иә, үйрететін. Хамит ұстаз. Иә, Хамит баба. Хамекең. Содан кейін енді негізі күлдірудегі жол андай ғой. Мен осы жерде күлдіруім керек деген болмау керек та. Әңгіме өз халық күлу керек. Өзі күлетін жерін алып алу керек, солай деп ойлаймын негізі. Солай қызық қой негізі. Иә, брат. Ана бөпен. Кішкентай қызға түсіндіріп кетсең. Кішкентай. Жаңа бүйтіп қарапсам бүйтсе. Еще маңдай болып шыға ма, деу болып. Сосын мен мектепте сіздерге бір не үшін олай айтқан деп айтайын. Мектеп оқасың? Иә, мені 7-ші классымда шал дейтін. 7-ші класста? Иә, 7-ші класста шал дейтін. Сол сіздерге сұрақ қойын, неге олай? Құман ұстап жүретін болса, постоянно. Құман? Құман ұстап жүретін болса. Жоқ, астында стаканмен жүретін болса, протездің стаканда ма? 7-ші класста сөйтіп жүретін болса ойлашы. Или иістен ба? Неден ол? Жоқ. 7-ші класста жасы. Жоқ, енді үлкен кісілерде бір түрлі иіс шықпай ма негізі? Мен атамнан бір түрлі иіс шыққан. Түрден неміз. Одан да емес. Тағы бір-екі вариант айтыңдар. Көріңіздер. Ол любой адамның бір шал деген дос болады ғой негізі. Любой кругта бар ма шал деген? Жоқ. Сіздерде ондай болмады ғой, сізді шал демесіз, шал демесіз. Мен құрдастарымның арасында любой кругта шал деген болады. Біздің кругта да бар шал. Сол мен ғой, сол бір шал. Жоқ. Шалдың атасы сен ба? Жоқ, ол мысалы біздің ортадағы бір шалда ол шашы сирек болғаннан кейін шал деп айтады. Жоқ. Хамитке пародия істегенсің ғой сол уақыттан бастап. 7-ші класста Хамит қай КСРО-ның кезінен бастап ойнап келеді. Бұл 7-ші класста Хамит 77-те ғой. Жоқ, мен ол кезде КВН ойнамайтынмын. 7-ші класста кәдімгі мектепте жүрген кезде. Не үшін шал деп ойлайсың? Біздің ортада шалды жаңа жігітті, енді ол жігіт кластасымыз ғой, енді соны бәрін біледі да анау. Білмейтін нәрсе жоқ. Бірдеңені айтсаң соны, мына бүйтіп істейді, мынау істейді. Содан мынау шал екен, базар жоқ, бәрін біледі деп. Комплимент. Біздің ортада да бір сен ортаңда не болды? Біздің ортада шал жоқ, мал бар. Түсетін айда. Ол мені отыр десең. Не үшін? Мынау малға ешкім нәрсе ететін. Не замыкать етіп отырсың ба? Зеңгі баба деген неге қайдан білейін? Мен қазір бұны боқтағымдағы келіп отыр, просто мен нәрестеден не алып отырмын. Жөнім. Мен даны бар ғой, қазір шарамик қыл жүретін емін. Боқтама. Боқтауға болмайды. Нәресте періште отыр да.
бүгін сол нәрестенің арқасында қатты Осындай саған боқталмайды да бізге жаның кішкене қалып отыр. осындай кішкене нарезкілер керек па? ойлашы біз көрермен бәрі сондай болып кетсе бәрі баласымен келіп отырса нарезкалар да. нарезкалар кішкентай нарезкалар Ал щит қой щит саған щит болып отыр нәресте. боқтауға болмайды иә Мен сол үшін ұялып бірақ отырмын. орысша боқтасаң түсінбейтін шығар ол кішкентай Кім түсінеді? түсіне ма Конечно. не үшін шал дейсің айтса айтесіз Енді андай сондай ғой просто шалға ұқсайды содан кейін шығар. ал енді өзі Түрден ба? 7-ші класста Иә, 7-ші класста. Сен атаның баласысың, иә? Жоқ. Шалдың баласы емессің ба? Менде ата болмаған, өзі шал болып сразу. өзі ата болып келген да. ойлашы туылғанда шал болып туылса ұл ма қыз ба десе шал десе Атам болған, нағашы адам, үлкен адам болды ғой. түрің жинап алыпсыз атаң жайлы Жаман есіме түсіп. Жаймен жылап жіберсем. қой мен шал қылған десе нағашы атасы өзі болып шықса В общем, оның несі қатты не емес, нені ойнаған ғой, шалдың рөлін. Неде, қойылымда, актовый залда. Тура, бізде де бар еді сондай. Оны еще мен датово сендіріп ойнаған. қалай Датово сендіріп ше, кәдімгі шал болып ше. қош пұтырға жіберіп сөйтіп па или қалай До такой степени ондай емес. ондай шал емессің десе ма Сол кезде шал деп кеткен. Одан 7-ші класстан бастап шал деп кеткен ма кешегі бір неге дейінге революцияға дейін солай. Кешегі бір 3-4 жылда нұрыс бола бастады. мен сені шал деп білмейді екенмін Иә. мен үшін бірақ шал ол Хамид мен ол Хамид өзім арамызда Әркім өзінің шалы бар ғой. иә мен Әркім өзінің шалы бар. осыратын деп қойды сен қызың көңше ұра бересің Натуре сонда неде қойылымдар болушы еді ғой мектепте, бізде короче класста ана Бекжан деген бар еді. сен де мектепте оқысың ба не Конечно, балалық шағым болған ғой, мен тек білесің ба? Шалдардың балалық шағы болып отыр, менде болмаған деп ойлайсың ба? Балдардікі де болған ғой айналайын. Кімдердікі? Құлағын жап отыршы, құлағын жап отыршы. Жоқ, бірақ Ладно, жауап. обязательно барлығы бұл осындай братанда болатын еді ғой мектепте ше. Обязательно губка ойнайтын, сумкасы кәдімгі арқасына жабысқап жүретін. Жоқ, мен андай нені ойнатын болдым, короче. 16 желтоқсанда қойылым қойылды. И Бекжан дейтін досымыз, короче, Қайрат Рысқұлбеков ойнайтын болды. Біз, короче, здоровый тағы да бір екі досым бар. Ол мен топ ұстап тұратын болдық та. ұстап тұрасыздар ғой екі жақтан Содан кейін Қайрат деген атым бар, еркек дос, сонда бәрі жаттап келген ғой. Жаттап жүрді. Ашық сабақ болып отыр ғой, артында завуштар, ашық сабақ ше. Артында завуштар отыр, директор, мұғалімдер бәрі отыр. Біз қойылым қойып отырдық, короче. Ананы ұстап алдық, короче. И отыр тізелепші. отырсайшы тізелеп отыра аласың ба Жоқ, естісейші сен. И анау бүйтеді ғой ана. Естісей на, бері қарасай. болды ұрысып естір өтесің ба тыңдағым келмей отырсашы Қайрат деген атым бар. Қайрат деген атым бар. Уже мен деп отырмын. Қайрат деген атым бар деді. Дейді маған. Күледі да мен Қайрат деген атым бар деді. Күлеміз да бірден шығып кетеміз ғой. Бірден сол ғой мал. Сол қызық болған. Күшін айтсыншы деген. Сіздерге бола алды ғой сол тәуелсіздікті негізі. Дұрыс айтасың. Именно 86 жыл туылғандар, иә? Сіз болса мектепте Қайрат деп тұрсыз. Түсіндің ғой, мен не үшін болдым? Шал, сука. шал кет десеңші ЧБД-дан. Шал кет. естіп қойдың ба Естіп қойды. естіп қойдың Кешірім не деп айтты десе қызына сука деп айтты десе сонымен шал болып кеттің ба Шал болдым, одан кейін бірде бала бола бастадым. керісінше ғой сенікі жас кіші жасар Брэд Питттің киносындағыдай. Қайратты ойнаған жоқсың ба? Жоқ. Сондай болды. сен негізі әулетте кімге тартқансың үйде әулетте бар ма Нағашыларға тартқан. или нағашыларға ма или атаң сондай болған ба или сен атаң Хамид па кім Нағашыларым ол, нағашыларым жақ біздің мамашкіде жыртады. Бәсе түрің әйелге ұқсап тұр. вообще қатысы жоқ па не үшін Енді мамама таптым. папа десе не түрің мужикке ұқсап тұр деп айтасың ба не Шалға ұқсап тұр. мама жыртатын болған ба Иә, мама өте қатты кәдімгі чувство юморасы. И мамасы үйде тамақ істеп, шал бер кел. Осыны бір нәрсе қылу керек.
Шал кет, мал қал десе. Сағы бойына. Судья ғой бұлар. чувство юмора шығады. Резидент болса болады мамаш, иә? Айрат Айтшы бір есіңе түсіріп бір мамаң жыртып жіберген. Жыртқанда Овация андай ғой ұстаған. шуткілер ше. Балына ұстаған. Иә. Бізде мысалы қонақ болып келесің ғой, Өз үйіне қонақ болып барасың ба? жоқ, балдарды алып келесің ғой үйге жататын кезде. Сол кезде айтады да. Аяқтан саған жүрген. төсек салып қойдым, демалып ал, жат дейді да маған ше мамашке. Сен не істейсің дейді қасымдағы балаға. Сөйтеді да. Анау сасып қалады ол ше. Мен қазір сосын не қылып ойнап айтамын дейді маған. Сондай Бір түрлі ғой, иә? Сен жоқ, бір түрлі емес қой, ол жыртыс қой. Сен не істейсің дей ма базар жоқ. Оны серьезно айтпайды, еще артынша күліп жүріп айтады да. Серьезно болса, онда бір түрлі ғой мамашка явно. Не болды? Қалтасынан досын шығарса. Сосын? В общем, солай. Мектеп кездегі, бала кезде еще көп нәрсе болған ғой менде. Мектептегі оқиғаның бәрі, иә? Шал кезде ғой, иә? Половой жағынан бірдеңе болды. Қандай? Ойнайды. Половой? Мектептің половой жарылып кетті дейді, полы. Половой, Половой орган дейді. Соған оқиға болған. Уже плюс 21 ол уже половой әңгіме ол. Паровой ма, половой ма? Половой. Половой. Палау. Палау ма? Полов жеген, қарың ашты В общем, менде судорога болатын, кәдім судорогсыз. ауруың бар ма сондай? Жоқ, сол кезде. Шалда болады ғой шалда. Сен ба? Иә, Судороги ма? дірілдеп, иә. Қойшы. Судорог. Сахнада сөйтіп дірілдейтін еді ғой. Иә. Мен сағынан шыққанда судорогым ұстайды. Мен кәдімгі, мен оны білмеймін даже. Эпилепсиксің ба сен сонда? Мен даже оны білмеймін. Өзі ауыратынды ма? Жоқ, қалай болатын процесс ше. Уже азанға таман болады, көзімді ашсам, айналамда жаңағы нағашы әжем, жаңағы үлкендер тұрады андай, жылап атады андай. Тіліңді тартып Иә, та? тіліңді Қасықпен басады ғой. Қасықпен басып тұрып қалады уже. Бірдеңе істесе маған жақындай береді. Ондай бір 2 айдай ма болды менде. Аллаға шүкір, қазір сол бала күнінен бері әлі вообще болған Қайдан жоқ. білесің, сен білмейсің оны. Жоқ, айтатын шығар жан-жағымдағылар. Ешкім айтпай ма сен тілін тістап қалады да жібере сал. Андай кішкене не қойып қойған болсаң да, кетіп жатқан кезде аппарат тілді алып қалатын. Ондай емес деп сразу әкетесің. жалғастырып кетесің. Сразу артын түр бермеу керек қой, желательно. Сонымен? Сөйтіп бір кезде уже қатты өршіп кетті уже. Түнде азанда болатын еді ғой. Уже азанда түнде 2 рет болатын болды. Дем салу керек қой. Иә, дем салдырды, үйтті, бүйтті. Кім салды? Неге бардық? Шалма? Жоқ, бүткіл жерді. Привокзальныйға барма? Қайсысына жауап берейін мен мынаның? Привокзальныйға барма? Никогда дауысын шығарып тігет тіліңді. Ойға барма? Рустам ака. Сосын? Андай андай кинодағыдай кетіп жатыр ғой, переходтар. Нағашы әжем алып жүр молдаларға ше, аудандағы бүткіл бәріне переходтар жық түкіріп жатыр ғой, басқа молдар жық. Гашын деймін. Иә, андай әр жерде жүрмін уже ше, болмай жатыр. Сосын андай комбит алып аралап баратын жерге де барды ғой, көп нәрсе сөйтіп жүргенде ми ашып жүріп қойып кеттім ма, бір бөле болды. Судорогың өзі ма? Ұмытып кеттім ба, жүре беріп ше, әбір. Аналардың біреуі көмектесті деп ойламайсың ба сонда? Қайсылардың? Солардың әйтеуір түкірігі ма біреудің? Олардың көмектесіп, білмеймін, мен тек Құдай ғана ғой көмектескен. Ол жерде больницаға жаттым. Больницада Мынаны көрген жоқсың жоқта? Басында бантикпен ішім жүрген жоқ қой. 14 күн. Тіліңе бантик байлап берген жоқ па? Сосын? 14 күн дей ма жаттымда бір кезде кәдімгі қатты болды ғой енді. Бүткіл главврач, в общем, көп нелер жиналып жатыр. Саған ба? Иә, менің жаңағы неме. Кәдім қорқынышты болып жатыр дағына. Қалау пысырып жатыр ма уже? Көзім деген андай суға толып кеткен. Түкіріктен ба? Жоқ, түкірік емес уже. Түкіре берді дедің ғой. Ол молда жақта ғой, мен больница жақтамын қазір. Сөйтіп уже көзімді ашсам, Ана ағашқа басын тиді ғой, шлёкмен теуіп жатыр, стейк қайда деп, ол басқа оқиға. Сөйтіп
не болды өйстіп отырып шал болып кетсе ойлашы жүндері шығып сіздерге қарап әдейі судорогымды ұстатайын ба судорогын кіріп кетсем мына жерде кішкентай бала ұқсап жынданып ше бүйтіп мен ақ қорықпай отырсам в общем сөйтіп жаңағы көзіңді ашсаң врач тұр врач тұр шлепкамен, сөйтіп жаңағы кіндігім кесті да атымды қойды сөйтті да атала оқиға ма жан жақтан врач мынау сіздерге сол ары қарай добивкасын тауып алуға ше бүйтіп а сен уже оқиған бастап кеттің ба не иә бастап кеттім ғой ол қысқа енді оқысы иә қоя берсей сөйтті да не болып жатыр не болып жатыр қалай не болып жатыр судорога ғой жаңағы уже басталып кетті судорог емдеп жатыр. жоқ Кім емдеп жатыр? Больницада ма? врачқа келген ғой бұл резко ұмытып қала ма сонда қалай резко ұмытып қаласыз ба жаңа бұл балық қой балық қой балық па ирландия ма Исландия. исландияда офсайд деген қаяқтан шыққанын білесің ба сен иә джордж офсайд соның әдісі болған иә пенальти қайдан шыққан білесіздер ма әмірбек деген кісі сонымен в общем құрастыра алмай қалған иә в общем деген кезде в түсіне общем бересіздер боря ғой бұл молдаларға барып түкіріп в общем судорога жазылмаған ғой күшейіп кеткен азанда да кешке де 2 рет болып кеткен басында тек азанда болған түкірік көбейіп кеткен ғой бетінде сосын түнге кеткен ночной сменге судорога сөйтіп бұл врачқа келеді жан жақтан анау мынау адамдар көзін ашады паника короче шулап жатыр больница И врач келді, көзін- врач сен оятып жатса нұрила тұрыңыз болды ауыстырдық десе жынысын ауыстырып тастаса нормально ғой в общем ай бля в общем деген кезде түсіне бересіздер уже берші кішкентай сөйдем да врач оятты көзінді ашты иә көзім ашылмай жатыр в общем андай жас сөйтем да врач қарап тұрды дағыны бір ей деді да бір добивка айтты не болды иә осы жерде не айтты иә врач қарап тұр уже Иә. добивкасын айту керек па что было дальше ыңғайсыз қылып айтасың өліп шалдар ұқсап па ары қарай түсіндіңдер не ма болды? в общем Иә. бұл судорога ұстайды судорога ұстайды молдаларға барады түкіреді бетіне содан шал болып кетеді бұл Болмайды, түкіріп сонымен врачқа келеді паника ұстап жатыр көзін ашады иә врач андай қарап кез тұрады да что болады дальше дейді ғой иә қарап тұрып деген андай бір күтпеген сөз айтты да Саған ба? иә күтпеген болған да Врач қарап тұрып құлағына сенің атың Нұрсұлтан. жоқ врач қарап тұрып шал сука десе нормально ғой өзінің однокласснигіне біраз ұйықтап кеткен да не добивкасын келеме ждеу керек па не қылу керек бұда не деген сөз ол келеме жерден Андай, деген не ол жаңағыдай прикол кемсіту деген сияқты шал ондай емес не жоқ өйтіп қарауға да болмайды негізі анау врач басқаша қарасын ба саған в общем сендер ойлана беріңдер біз әңгімелесе берейік өзіміз иә ойланатын түгі де жоқ 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 шешін тоқтама дейсің сіздер вообще ойланбайды любой резидентке ойланатын түгі жоқ ұрыс береді Иә. жоқ бүйтсе оянып келе жатыр ғой енді оянып келе жатыр да сүндет тойың құтты болсын палеон бетіне түкіре ма екінші рет кешіп тастаған да анандай судорога бәрі болғанда да мен кейде бұл андай эфирде өтеді жігіттер оянсам ше мына бүйтсеші оянып жатқан кезде ше бір дубинканың басын дыңқ етіп қойдырлаған сен в общем мен қайтатын болдым десе сосын Жа судорога болып жатыр. Жаймен шетіне мен кнопканы беззвука қойып жазылдың десе. без звука а сендер бүгін бар ғой Мен айтқан кезде өзіме қиын нелер келіп жатыр бізге оқиғалар қалай мынау нормально ғой көзін ашады я ойланып келейік онда жүнді үшеуміз темекі жоқ адам көзін ашады өзі судорогтан кейінші он уже өмір добивать етіп тастады ғой шешін не добивка керек деймін да оған жоқ көзімді аштым да
добивші жоқ негізі бұның. Айттым ғой, бір нәрсе Десең де қиын. ойнап айтамын жар. Мен вообще Анандай судырықпен ауырған, мен шал емес, мен кемпірмін деп бүтін шеше. анандай қалып не дейді? Үтетіп жібердіңіздер ғой сіздер қорқынышты. Андай ғой. Қалай? Тұрды да. Мынау өтірік істеп жатыр ғой деді ғой. Кім? Мені. Доктор, главный врач. Мен, короче, 14 күн жатқамда больницада ағарым шығып кеткенде болмай жатқан соң андай өтірік судорога ұстағам. Еще көп ұстап жатырмын, келмей жатыр ғой. Қасымда біреу жатқан, ол шошып қалып шақырамай жатты да. Сонымен бүйтіп жылап жатырмын да дей. Сөйтіп врач көрді да. Біліп қойды ғой. Мынау өтірік істеп жатыр ғой. Болды, мамаң шақырамыз да шығарамыз ертең деп. Ертесіне аман есен больницадан шығып кеткен жайым бар. Мынау қызық емес қой. Енді ол қызық қой енді 14 күн судорог ұстап. 14 күн бойы ойнатуды айтса сен күніге бүйтіп. Судырықтың өзі саған қарап шок болған сияқты ғой, менің өзім бүйтіп келмеймін ғой деп. Базар сөйтіп больницадан шығып кеттің ба? Больницадан шықтым. Содан сразу осы келіп тұрсың ғой енді. Сол кезде киноға через больницу болып тұр ғой сенке. Через бахил. Базар жоқ. Ал, екінші оқиға. Екінші оқиға. Менде бір 30 шақты оқиға бар. 14 күн отсақ бәріміз судорога ұстап. Қайда қоятсың бе? Енді қазір жазылдым ба? Алла шүкір. Есі жоқ, дем салып бере аламын. Дем салып бере аламын есі жоқ. Сен бұрын Бәріміз түкіріп бере аламыз, брат. Ондайды. қалай дем саласың сен? Шокта болады ол. Қош. Пас сіздің түкірігіңізге. Түкіргенім бар. Боқтама. Мен сөйлемеймін бұған. Болды. Ренжіп қалдым. Ал не болды? Екі қабат әйел Күрікке ренжісті. біразы жете алмай жүрмін. Мен қатынмен сүйіспеймін осы түкірік үшін. Қош. Олмасыз ба? Мен братанмен ойнай беремін, мен братан. Сен көтінді айтамын. Сосын. Ойнай бер, жете алмайды саған. Сен біразға кетіп қаласың бұл жынданып тұрам дегенше. Футболда Сен жолда еще бір-екі рет судырық ұстайсың. Ода да жете алмайды бұл. Жетіп аламын, спокойно жетіп. Жоқ, 100 метр жарысасың ба бұл әремен жүгіріп? Жүзуден ба? Жоқ. Любой 100 метр. Қаптал сияқты словарь басқаша екен. Жүзден астына кетіп қалдым. Жоқ, поплавокпен жарыса алмайсың ғой енді. Жүгіруден. 100 метрде тек жүгіру емес қой, дұрыс қой, жарыс. Жүзуден қате болады. Мен жүзуден вообще батпаймын ғой үшін бүйтіп тұрамын да. Былай етпетпен жүрсем бүйтіп кете беремін. Бүйтемін артпен кейтеймін. біз любой рядпен жүзе береміз ғой. 100 метрге дегенгі жарыстардың бәріне қатыса береміз, мен жарысамын. Жүзу, жүгіру. Конкретно ма? 100 метр дөнер жейміз нақ. 100 метр донер жейміз. Ол қалай сонда? Дөнер кім жеп біледі 100 метр жейміз. Сол отты. Қалай сонда? Қандай? Ұзын донер бар ғой. Ұзын донер ғой. Соны до конца жеп. Стартта аузыңа сақ қоясың да. Жылан құсап. Жылан құсап. Мына жақтан шығара бересің. Жарысасың ба не 100 метр донер жеуді? Куриный ма? Болады десеш көрейін. Говяжий жемейтін едім. Бұған бәрібір свинина болса да. Свинина жейерсің ба не? Құда астафиралла. Қай жерде десең? Аузу билля. Жарысасың ба негізі? Сен ше, анау жарысады енді. Ол мен жарыспаймын мен. Неге? Ол масқаран. Анаконда ол. Ол 200 метрлік. Жеген көрген жоқсың ба не? Мандиді жеген көрген жоқсың ба не? Жоқ. Қат жедің ба не? Мандиді бит тұртты. Мына ерден... Шынтақтан кетті ба? 100 метр егер донерге жарыссаң мен жүгірмеймін ғой. Аузымда шамда. Бүйтіп тұға бересің, общемші, тоқтамайшы. Жоқ, жеті көріп қой. Общем, деп нұрғылдан. Ал, енді екінші оқиғасын айтсын. Донер бітті. Бірінші орын алды бауыря. Екінші акт деп. Қалай? Акт. Жоқ, киношник қой бұл енді. Актпен сөйлейді. Екінші оқиға бізде баклашканы ішіп атсың. Баклашканы ішіп суын қалдырып қойса. Не істеп атсың бұл Олжас? Донерді ойлап қалдың ба? Дайындалып отырмын десең 100-ге. Ішінде жүгерісің. Мына кісінің аузына да біраз нәрсе сияды. Нақ мен майысып сенікі спокойно жылып отыр. Адам деген... Судың ішкенін өз бір түрлі ма? Жәндерім, мә? Жоқ, Екі жануардың жарысы отырған бір түрлі екен.
ол жеке ортасында суслик құсап мен қарап тұрмын. Суслик. ол жекеңнің мен бүйтіп жатыр екенмін ғой. Жігіттер, адам тіліне оралайық, адам тіліне. Ау, Нұрсұлтан ау. ол жекең мына жері зор да, қойып қойып ашады. Подставкасы бар ма? Бұрында видикке подставка болшы. Жоқ, недегі подставка анау самолеттегі бір алдында шығады ғой. Сондай сияқты подставка. Сол сыймайды ғой мына жерге тақалап бастайды. Самолетті подставка вообще қолданбаймыз ғой. Әдемі подставка негізі Сен өзімен. бүйтіп отыра бересің ғой. Ана он ішінде не бар ана? Оның ішінде біраз нәрсе бар ғой. Оның ішінде 3 бөлмелі үй бар. Сонымен Неге орыстарға сдавать еткен кезінде білесің ғой, однокомнатный. сонымен Маған қарамады албан. сен Мен не арендаға берейін, просто евроремонт менде. Ремонтын құртады. Жақсы. Жақсы. Мен үшін жақсы. сосын Екінші оқиға. екінші оқиға жігіттер. Том мектепте ғой. Сен мектептен қашан шығасың өзі? Мен қазіргі кездері андай ғой. Серьезно жүріп анандай Оқиға жоқ дейсің ғой қазір. Мектеп кезінде оқиға бар негізі. Қызық емес па? Просто айтып тастадым барлығы жетті. Мен ШБД, шай әңгіме, тіреді барлығына бардым ғой. Сонда енді бала кезден жіберейін деп едім да арасында. Ал, В общем, мектеп? Қай класс? андай 100 мектеп, 100 баспана деген сияқты бізде бір мектепте 100-ге 100 қырылыс болатын болды ғой. Қош, сен төбелеске Рамыс па, төбелес па? Ой, мен классыма қарағам ғой кәдімгідей. Енді шалды бәрі тыңдай шығар ғой. Иә, конечно. Классым биі болғам кәдімгідей. Иә. Нұрсұлтан би ма? Короче, Қалай сен ашин аяғынан мынау бля би болмаса судырик ұстап қалады деп бере салған сияқты ма? Судырық би ма? анандай болды, бізде не дейді? Черный касса. Мектепте кәп ойнаған ба үлкен кісі? Классқа қарайтындар, үлкендер келіп тиын жинады ғой. Мен қызық Греф, болған ше, мен греф дейтін еді ғой, иә. Сендер жинағасын. Ана жинаватқан адам да білмейді, просто греф дей береді өзінше. Көбісі білмейді ғой. Сендер не жинаңдар? Тиын ба, темекі па? Тиын. Онда сендер лақап етеді. Иә. Мен лақап еткен, оны баяғыда біліп қойғам, өйткені. Бұл үлкен кісі ғой, өйткені шал ғой. Сосын? Грефке жинаватырық деді да. Бізді жоқ. В классы ғой. Бұна кісі жақсы түсінеді бұл оқиғаны. Бізде жоқ дедім да, ондай тиын жоқ. Сен ВД оққасын ба? Иә, ВД оқым. Мен де ВД оққам. Қай В? ВДВ. Сен ше Олжас? Менікі 7-ші В. Тоже В. В ма? Сен де ВД оққасын ба не? 7-ші Сен В. ше? Мен өзім енді оқымыстылар болып, А классында оқыдық қой өзіміз. Оқығандар болып. Негізі В классына кілең анау бұзық Аға симағандар барады ғой. Ада оқи алмайтындарды В-ға қуып баяғыда, иә? Ең шумный класс қой, любой мектепте Қазақстанда, иә? Солай ма? Или мен ғана ма сондай? Сіз эконом класста оқыдыңыз. В общем, сондай, мен ана неден біліп қойдым? Жинаватқан кезде ма? Иә, греф емес екен ше. Гриль екен, да. Иә, гришк ма бірдеңе ма? 15 теңге бар десем, бере берші соны дейді. Негізі қанша теңгені жинап отыр? Негізі анда бір 800 теңге, 1000 теңге сияқты жинайды ғой әр класстан ше. 15 теңге бар деген кезде бере берші соны деді. Оны қай түрмеге апарасың, оны 15 теңгеден грефке деп, кімге апарасың? Оны ана 0 абайдан бастап жинамасаң 15 теңгеден. 15 теңгеден барадан греф жинағасыз ба? Ол кезде сәл кәдімгі не ақша? Бізде енді ондай кішкене ақша жағы десе, уже түсінетін едік та. Сөйтіп барып, бізге сразу айтатын, греф, темекі, шай, тұз, ар бер деген ғой. Бір күні тура өзін сияқты болғанда, короче, ауылдан келді ол бала. Сөйтті да, біз айттық, осындай палажняк, біздің талпаға кіресің ба, осында греф апарып бересің, по возможности дедік. Сөйтіп, не ол деді? Сөйтіп ол айтты. Айтар енді осым, там темекі, шай, по возможности, соны кіргіз жүреміз деді. Сөйтіп біз примерно қыздар да көмектесетін кезде бізге ше. Олар тиіммен көмектесетін. Сөйтіп енді темекі шай ол кезде темекі андай килограмм не шай килограмммен ғой, короче. Апардық сходқа ше. Апардық. И ана жаңадан келген бала, короче. Спичечный коробкаға тұз, мынандай кішкентай пакетке темекінің золотинкасы бар ғой. Соған бір заварить ететін шай құйып алған ғой, байқұсшы. По возможности деп айттыңдар ғой деп. Дайын апарған ба сразу? Жоқ, ол чай питьяға шығып баратырмыз, походқа шығып баратырмыз деп ойлаған ғой, прикинь. Сөйтіп
анау братан ол кезде кровожатный еді ол братанды ше. Біз походқа шығамыз, мен шелек апарам, барам ба? Сосын сөйтіп болып тұрады да, сен қалай туда-сюда кім тартты ма? Мен шығам, мен тарттым деймін. Получать етесің сол үшін дедім. Не істеу керекпін дедім. Аяғын шеш деді, шештім аяғым өкшені дубинкамен ұрды шештім. Дыңқ! Прикинь, туып кел бар деді. Мұнымен барып сен қарызға бардым. 2 килограмм шай, 2 пачка темекі. Ол кезде 2 пачка темекі көк су берінетін. Көк су берін. Түрмеге жіберем көк су берінді ше. Әкем полетші кетші. Өзін өлеш. Туып келдің ғой сонда. Миллионмен туып келесің. Таяқ жеңгеймен кезде. Сөйтіп барып, сондай трудный детство. Мысалы, былай қарап тұрсам, 4-5 класс ол. Прикинь, греф жинап жүр, Таразда греф жинап жүр. 4-5 класс қазір біздің балалар не істеп жүр? Мен ойлаймын да. 4 класста греф деген. Мен саған конкретно айтамын. Прикинь, еще 6 класстарда Ол әлі 6 оқиды ғой, білесің. 6 класста уже өсе бастады грефтің несі. Уже блоктап кете бастады. Ол кезде тұмақ жұлатынбыз. Отвечаю, тұмақ. Сен уже артеш дейтін махон ұрлайтын. Жөн бол. Өткен жоқсың, алмайын. Жайлап портрет не дереу болып барады Мына классына қарағанға мәз отыр. Таразға келді албай жоқта. Мен саған көрсем не болып отқанын. Жөн бол. Жөн. Жоқ, мен ол кезде жоқ, классыма қарағанда мен ол кезде класс жетекшім ғой мен. Ол кезде қиын заман, шынымен. Қиын заман. Қиын заман еді. Анау слово пацанада білесің ба? Мұғалімдікін ұрлап кетіп сондай болады ғой. Ондай болған ғой. Біреудің информатикадағы ағайдың, короче, магнитофон деппін ғой. Несін ұрлап телевизорын ұрлап кеткенбіз ғой. Мен де бір мұғалімнің шақпысын ұрлайым деп сразу жетіп алған бар емес пе? Көтімді айырып. Одан кейін қойып кеттік. Алыс қашамадың ба сонда? Содан кейін қойып кеттік. Негізі жаңа братан дұрыс айтып жатыршы, мен 91 жылғым ғой. Біз 5 класста сходняққа отыратынбыз Таразда. Таразда сондай еді. 5 класста? 5 класста? Біздің мектептің жанында тура роддом бар еді. Шақырып алатын да. Борян дауыс шығып жатыр ма роддомнан? Жаңа темекілер туып отыр ма? Бүкіл жаңа 91-лерді жинап алады. Тудық қой, прикинь. Братан, сенекіне кесірова ма или өзің бая ойнап? Жаңа бүкіл... Жоқ, братан, айтасың, 91-лер жинап алады да. Балар үш проблемасын айтып кетті ғой. Сен бар автор жаза берсеш, біз өзіміз отыра береміз. Біз андай, Тараздікі болған соң, қатты естеп кетті Нұрсұлтан әңгімені айта берші. Біз чисто по-черному. Жоқ, мен просто айтайын деп жатқан, білесіз, қазіргі 5 класстарға қарасаң, вообще түсінбейтін сияқты ғой, ондай да ше. Иә, түсінбейді. Бізде альхамдулилля қазір бар ғой, жастарға қарап. Жақсы ғой бұл негізі. Жақсы ғой бұл негізі, түсінбеген негізі. Сендер анан білмейсің, медицинский қайшымен аудиолардыкын ашу. Бәрін білемін. Мен 13 секунд ашып беремін сен, любой машина, медицинский қайшымен. Оны 13 секундта ашпасаң болмайды деген кім? Асықпайды аша берсеңіз болады ғой. Ей, родной. 20 минутта аша беріңіз маған десе. Қара, ол заманда время. Өйткені, мысалы, отырасың ғой районда, бәрі, қара, бәрі. Ол кезде уақыт жететін еді, қазіргідей уақыт жоқ дейтін заман емес. Жарты сағаттан кейін аша берсе, о, неғі машина? Дворда машина жоқ. Бәрі қазір. На время машинасын тоқтайды да, кіретін шығатын сразу. Өйткені бір нәрсесін ұрлап кететін. Ол кезде, е? Сондай заман. На время дейтіміз, короче. Анау есікті барып жауып тұрады, подъездін. Соны істеп кету керек қой. 2 минутта, короче. Кейбіреулер лезвие сап тастайды нелерінен. Келесі передача бүйтіп отпайық, арамызда Боряға греф жинап отырмыз, құрметті ағайын. Родной, оның бәрі бар, на время етін. Сен уақыт деген, мынау түкте білмейтін, мынау өтірік түбейді отыр ма? Қандай? Ағылас онда істемейтінбіз. Жүрдің ба дегенде, жүрдім деп айту деген, ол уже ұят қой дейм, жүрдім демейсің ғой. Кто ты по жизни? Чем ты дышишь, народ? Мен он қазақшада сөйлеймін. Мен определять етсен, черт нам. Кто по жизни? А кто ты по жизни? Человек... Я мужик работяга, на. О чем дышишь, на? Почему, на? Че, бүйтесіз, братан. Маған айтыңызшы, қандай, кто ты по жизни? Мен ба? Мен ондай айтамайтын. Кто ты по жизни? Мен жауап беретін адам болғам. Сұрашы? Сіз айтыңыз. Анау сұрап атырсың. Кто ты по жизни? Айта бер. Тұрын бүйтіп алып айтамын қылсаң да. Судырға десе. Я судырға десе. Басын айтыңыз. Мен Боряға дайындалғам десем.
Кто ты по жизни? мен ба деп андай бүйтеді бізде человек дейтін человекпін дейтін қандай человекпін десе порядочный человекпін Ай. Дұрыс Сен па? менен сұрашы, кто ты по жизни? сіз кімсіз деп өзбекше Сіз кімсіз камырза десе? нima bu nima bu san Кто ты по жизни? Я по жизни казах, верующий Аллаха. Ана жақта бір-екі қыздың дауысы шықты ғой. Өй деген білесің ба? Сен Жоқ, бүйтуіңіз мойындағы крестикті шеш онда. Бойка. бүйтуіңіз керек жаңағы біралай ұшып кетуіңіз керек Еще артынан соберін құлап жатыр ма? Жоқ, не ғой? 100 бала 100 бала тұр бақша. сыртта күтіп ше Сендер төбелесейін деп жатыр? Бұл төбелесейін деп жатыр. 100 100 ба? 100 Иә, баланың 80-і ашейін тұр, отвечай. негізі иә сондай 10-ы шығар, әшейін баратын. 90-ы деші. Иә. 90-ның ішінде мен бармын, сразу айтып қойайын. Аха. 100-ге 100 Мен даже төбелесейін жүзде деп де жатыр. жоқпын. Шынымен 100-ге 100 ба? Балдарымыз ғой мектеп екі мектеп жаман қырылатынбыз біздің мектеп сондай бұзық мектеп болатын мен аллаға шүкір ондай бір не болмады андай бүйтіп класста үндемей жүрдіміз достойный жүріп тастадық Черт емессің, иә короче. черт дегеніңізге олай дауыс Ля қазір бар ғой, анаяқтағы бар ғой, примерно наны домағаған балалар. Бля, деп отқан жер аны ютубтың артына Комментарийға жазады. ну комментарийға жазады ғой иә. Жазады. Мен сразу мойындаймын. кішкене- Мен ол кезде үйге сабаққа бармайтын. Не үшін? Жаңа төбелесіп болатын күндері ауырып қалатын. Қыздар айтатын ғой, төбелес болып жатыр, келмей ақ қой деп. Иә, мен ол кезде қыз болғанмын мен. Сосын иә жаңағы 100-ге 100 қырылайын деп жатсыңдар. Аха. иә сосын жаңағы черт дегенге кішкене спросы болады брат Мақұл, иә. бля, рано кешірсін. Екеуі тіресіп қалса. Бүйтесің ше андай сәл жүргеніңді білдіріп айтып қалуың керек Жоқ, дұрыс, Иә. дұрыс, спрос. Иә, әжептәуір спросы болады бірақ қандай Қол мынандай ма? Қолың дірілдеп па? қолының судорогасы ұстап жатыр ма ерінің ағарып кеткен да Сұрай салайшы аға десе. мен білемін мен жүрдім по жизни кімсің деші маған айтшы Кто ты по жизни? человекпін көмейіңе жиналып қалғанда да қорқып кеткенсің 100-ге 100 100-ге 100 Қашан төбелеске барасың? Сен барғың келмей тұр ғой мысалы. 100-ге 100 болатын да сосын тағы бір 100 керек 300-дің басын қосу керек Мен шалман десе. Сосын сонымен 100-ге 100 баратсыңдар ма? 100-ге 98 болса болмайды короче Тек 100-ге 100 санайды ғой біреу, Мынау өтте. Сосын сөйтеді да бір бала 100-ге 100 баратсыңдар. параллель иә Кетіп қалса 99 болып әр қалады ма? жақтан жиналып жатыр ғой енді Салон толғанша күтеді. салон ол жерде тек жаяу Сол ғой. жаяу кетіп бара шөлдеп кеткенбіз ана жерде Жоқ, біреу санайтын біреу бар ма одақта? Санайтын біреу бар ма? жоқ 100 ба 100 ба короче санады ма санамады не жоқ но біз айтқан балдар келатыр бірақ ше класстағы мен өзім классымды алып барам Қанша обязательно бала бар сенің қолыңда? мен классымда бір 16 бала бар еді Соның бәріне сен қарайсың. иә мен бәріне мен қараймын оның бәріне қарағанда классыңа қарайсың Киім кешек алып бересің ғой. о үйтіп қарамаған Жатар кез аяқ қолың жоқ жуып алып беретін едім маған егер үлгі сондай түсіп жатса 16 баласы бар деп Иә, па? Субсидия түсіп жатса. иә сондай бірдеңе түсіп Субсидия. жатса Өкімет көп балалық ақша 16 төлейтін балаға. анау да білдім ғой мен үйде. Қалай? Келіншекте пособие. Қош. пособие иә Алмаған екен ғой. Келіншегімнен сұрадым ғой, қанша алып жатсың? Сенде екеуі ғой? Қанша Бесеу, бесеу. бірге келген айт. қайтадан айтамын Бұл оны айтпайды ғой. бір бала параллель класста бала Рональдиньо дейтін сумкалар бар еді ғой джип Иә, мата ше мата зубастика Кеті салатын, иә? иә кета салатын кета салатын ғой негізі ол жобасы ше А ол мектепке тапсырыр ма? жоқ мақсаты сондай ғой оның сумканың Иә. ол сол қырылысқа мынандай қандай піскен жони кірпіш бар ғой Джонни? иә андай Джонни десе? жонный Қызыл кірпіш. Джонни деп естігенсің ғой? иә түсін Джонни ойлашы кірпіш Джонни болса. Джонни айталғанымша айтамын мен ше оны ше андай четкий айту маған парыз емес оны ше иә джонни Сен үшін парыз не? өз мұсылман 5 парыз ғой жоқ жалпы Сен 100-ге кетіп баратсың. иә Рональдиньо. түсіндіңіздер сол кірпішті үшеуін сабаған көкем ше
Рональдиньоға ма? Рональдиньо. Оны көтінің астында бұл кетіп баратыр. иә жерге дейін түсейін деп баратыр ана. Бейт кетіп баратыр. Ұзақ жаяу баратыр қырылысқа ше. Сөйтіп анау датауы үйінен алып шыққан ана кірпішті. Оны былай стилі бар екен, оны ше былай ең кетіп па былай ұратын бір сол короче біреумен төбелесіп қалған кезде иә сол кірпішті ана синдл сияқты ғой, синдил дейтін ана бар ғой, Mortal Kombat'та шашпен ба? Айқай айтың ба? Сен кімді алатынсың Mortal Kombat'та? 100-100 айта берші миын айналдырып жіберсең. маған ондай ударлар болмайды иә 2-3 сұрақтан ше. Нойып сабит танисың ғой астыға үстіге XS ABSZ XABSSZ не ол? Бруталити ол. 2-4-3 не ол? МК. Эскейтті бассаң ойынан шығып кетеді. Содан 100 сосын анау бит ұратын несі бар. иә сон кірпішті салып алғанда ішіне 100-100 ғой енді. Соны ұмытпашы, 100-100 ұмытпашы. Енді ана үш қыш анау кетіп барады. Мына жері бір кезде анау 100 деп негізі кальянды айтып жүрмеді. жоқ 100 грамм 50-50. 50-100 болады. 100-100. Адаля. мына жері Қанап кетті ма? қызарып қанамаған ойылып баратыр енді. Ауыр ғой енді сен ол төбелесте болмай қалсаң ұтылып қалмаймыз ғой деген сияқты айтып жатырмын да анаған. Қайта берсең де болар еді ол. Кірпішіңді бере сал деп па? Анау жаяу мынандай жаңа пойыз жолдың арғы бетінде қырылатын болғанбыз бір кезде. Анау деген кәдімгі жеттік қой енді, жетіп уже төбелес басталып кеткен кезде андай төбелес 100-100 емес, айтылуы сондай болғанмен бір 40 шақты 30 шақты сондай көп бала төбелесіп жатыр. Көп балалы төбелес қой. Көп балалы төбелес, еще квартирасы бар ма? Сөйтіп төбелесіп жатқан кезде көзімді ашып қалсам судороганы ұстап отыр ма? жаңағы Хирург? жаңағы анау ма? қыш асылып баратқан бала алдында тұр. Сон Давид кісі. Төбелес болып жатыр. Төбелес болып жатыр. Жаңа қыш тасып жүрген бала. Иә, кірпіш түскен. Анық көзіме түседі ана бала. Ол бала көз алдында. Сен көзің не үшін ашасың, сен ұйықтап қалдың ба не? Жоқ, қандай төбелесіп андай көзім түсіп кетті ғой сонда. Көзім түсіп кетті да мен ана төбелесіп. Түсіндер ғой, ошым 100-100. Что было дальше? Болды. 40-қа 40 төбелесіп жатыр. Ана кірпіш алып келген Рональдиньо деген менше. Сонымен бұл төбелесіп жатыр, бұл ұрып жатыр бәрін. Шалды ғой бұл, қырып жатыр бәрін. Сонымен көз түсіп қалып, ана жігіт не істеді? Не істеп тұр ма или қалай? Алдында тұр, көз алдында тұр. Ал кеттік. Көзі түсіп кетті да. Қырылыс болып жатыр. Көзі жаман түсіп кетті братан. Тастар ұшып жатыр, быт болып жатыр да. Сен төбелесіп отырсың, бүйтіп қарап қалсаң ана бала. Мен сізде ұтылып қалмайсыздар ғой. Сол кезде есте түскен ба? Сен төбелеске жақын дедіңіз ғой, Соверен мырза. Братан, ананың просто сол төбелес, сол мекенге жетем дегенге дейінгі несі әбіршіп тастады да, оны былай-ақ ше. Шашап жаяу кетіп барады. Ена қиып тастаған ғой, 3 кірпішпен еще. Бәрі құрдас андай ғой, бір-бірін мойындамайтындар. Қай класс ол? Әкел көтерейін дейтін адам жоқ. 7-ші класс қой бұның оқиғасы бәрі. 7-ші класс па? Жоқ, 7 емес, Шал кезі. 9-ші класс. Өстің ғой? 9-ші класс екен. Короче, төбелес болып жатқан ғой. Тақ. И бұл адесі бар ғой, бүйтіп ұратыныш. Кімнің? Бағана артқа қарай былай. Алдын ұра берген кезде біреу үшін өзінің басына ампатаған ғой. Привокзальныйға бар ғой, больницаға. Нені тіктіргешін. Содан кейін барып, Рональдиньоның несі тұрған ғой, несі? Сумкасы. Сумкасы. Рональдиньон, сука, сен үшін ебан дегенде наху. Бля, комментатор деген ғой. Сонымен комментатор, мұны сапалап ұрып қойыңыздар. Қанжан. Жадемі. Бірге оққан болса, екеу. Екеу жасты ғой? Жастысыңдар, е? Осы бала емес па, қырыш? 96. Бір жас, бір құрдас бірақ. Не, нормально. Сонымен, кім? Мен айтайын ба? Жоқ, сіз айтпаңызшы. Мен айтасыз Жоқ, айтыңыз ойбай. қосыласам, айтып көрейінші. Тілек сияқты ма қосылып атсаң? Қазір давайте өтірік күлеміз аха бәріміз. Есі в общем деп бітіреміз өткіле саласты. Нұрсұлтан бүйтіп қарайсың да сен ше? Кімге қарап отыр? Жаңағы Джонни кірпіш ұстап алған балаға ше. Қарап көзі аларып кетеді ғой, общем ше, бүйтіп көзді болып кетеді да ше. Ана бала екі қол жоқ қой, общем ше. Кімнің?
жонный кірпіш тасып бара жатқан балаңыз ше. Екі қолы жоқ. қалай жоқ жоқ па еді негізі басында Қиып тастаған ғой. Ондай емес па? бар еді ғой екі қолы. Бар мен. жоқ қыласа ше Сен жаңа қиып жатыр дедің ғой сен. Мен соны алып келіп тұрмын ғой типа. Қиып жоқ болған Нұрсұлтан бәрі мына чоза фигня. красавчик дұрыс Әдемі сен. Қалай? IQ прет па? прет Мынау не мынау? Человек пауксың ба не? Жіберші. давай Аузың жап. мынау жоқ мынау Соны ойнатып жіберші. олжас бұны әйеліне көрсетесің жоқ мынау IQ емес. Әйеліне? қалжың Жоқ, мен мынау Человек-паук қой бұл. Человек-паук Человек-пауктың киносын Человек-паук жақсы жоқ көріп бұл заманда Бұл заманда Человек-паук жоқ? Қош. не паралимпиадаға жіберіңдер ғой не болды қолы бар Жоқ, анау өзі бұл менің қиялымнан шыққан әзіл. Вот қиялың инвалид екен бұл Деп қойсаңыз. сен қиялыңа орын береміз. Жіберші бұл. Ана бала жақын болсын ғой, ұят болып қалмасын. Ертең есі мыналарың жонда екен ғой. Ол қазір кірпіш құйып жатыр дейді. Ұра берші давай. IQ емес мынау ше IQ күйеу ма Болды. Енді добивкасын айт. Кет. Сосын мына жерде сыйлық берген қонақтарымыз күтіп қап. иә содан кейін бірінші 100-ге 100 болып шықтық та деп басында Ұзақ қып. Судырықтан бастасаң. Жечкасынан бастасаң. сөйтіп бір көзім түсіп қалған кезде ешкім ұрамайтындай қылып жан жағын өріп тастаған болса да полный ондай емес кірпішпен ба Үй сауап. кірпішпен ба Үй сауап төбесі ай датаға бойы. сондай уақыты болған ба оның Рональдиньомен бірге соғып жатса. сөйтеді да қарап қалсам ананың биткен кезде кірпіші шашылып кеткен ғой жан жаққа. Аурамай қалды Иә, ғой. аурамай қалғанда бір сәтсіз шыққан, сәтсіз шығатын явно ғой енді ана жерде. Сөйтіп бір көзім түсіп қалған кезде үш бала бір кірпіштен ұстап қуалап жүр ананы короче. Поляда ше. Ана Рональдинос артында көк ту ұқсап желбіреп бара жатыр. Өйткені кірпіш созып жіберген ғой. Иә, анау деген кәдімгі. Қайт қарашы, үш кірпіш КамАЗ мына жері секілді созып жіберді. Айта бер осы. Ал енді үш ағаның қайсысы добивкасы ұнады? қайсысы ұнаған жоқ соған берші Қайсысы ұнады? Сосын мына біздің демеушіміз Armani парфюмнан бір керемет парфюмді осы үшеуін біреуіне бересің. Өзіміз алатын жоқ па? Жоқ, өзің алатын бар ғой. Өзіңе сразу бересіңші мені. Маған бұларға әшейін қолданған береміз. ұнамағанда Мынау саған жана. суына қосып береміз уды. Мынау саған. судырғы ұстасын деп Мынау саған мынау. Мынау саған. Бұл иісін көр енді. Бағана Рональдиньоның иісі. Көрсетейін. Иіскеп көр. Қалай екен? Жақсы екен, күшті екен иісі. аласың ба 2000-нан Рахмет. Жалпы мен жаңа айтып отқаным ше, сіздерге айтып кете салайын енді. Бірінші выпускта резидент болып келдім ғой. Негізінде күшті қарат болады. Бірінші резидент болып келген кезде кейін кеттім, Арекеңе жаңағы андай не Не істеп отырсың? Иә, жаңағы комментарийда адамдар айтады, үйтеді, бүйтеді. Бірінші ЧБД-да да сондай болды, бірақ Арекеңе осы Тараз екіңді ағаларға мен риза болғаным, ешкімге қарамай, ешкімге тоқтамай, еще күннен күнге камера көбейіп қолға алғандарыңызға рахмет. Жалпы шапалақ ұрып қойсаңыздар жарасады да. Тоқтамай, сіздерге кәдімгі респект жасаған соң, біреулер ғұмыры қысқа болып қалды ғой проекттердің. Сіздер до конца ұрғандар. Тараскилардың задние жоқ қой просто. жоқ біз осыдан кейін жабыламыз сенен кейін жабылма біздің жабылуымызға негізі сәл қалып еді алдында жарқын ұстаздың әңгімесін естіткен шығарсың. Жарқын ұстаз түсіріп алдық. Содан кейін ғой жарқын жақта өмір сүр деген. Жарқын жақта жарқын болып кетті. Вообще боқтап жатқан жоқпыз, көрдің ғой. Жарқын ұстазбен 100-ге 100 шықтық қой. Қазір вообще боқтаған жоқпыз, көрдің ғой. Артық әңгіме жоқ. Жоқ, осылай болады. Сосын құрметті көрермендер, бұл жаңағы подкаст КВН емес, бұл кісілер сөйледі, күлу міндетті, күлдіру міндетті деген сөз емес қой. Сіздерді біреумен отқан кезде бір адам жымиту оңай емес қой жалпы. Кеше ChatGPT-дің өзі тек барлығын жасайды деген, сценарийді жасайды, іште тек юмор жазамайды дейді. ChatGPT-дің өзі ма? Иә, ChatGPT жаңағы бәрін істейді деген. Жаңағы мұңды нәрсе, біреудің бірдеңесі болмай жасай береді ғой. Кеңес береді, бірдеңені шығарып береді, бірақ именно ChatGPT юморға жоқ екен.
Бізде жасандылық жоқ деп тұрсың ғой, иә? Жалпы юмор деген оңай емес, да? Қиын нәрсе. Ол чат GPT қанша заман дамып келетсе да, ол істей алмайды ол нәрсені. Енді кімге бересің үш ағаңның GPT-ін атын? ChatGPT-ге берем десе де. Сол өзім аламау. Менен артық ешқайсыңыз күлдірмедіңіз. Жаңа кім? Танып отырсың ба бұлар деп Али ұқсап отырсың. Қай бала еді? Мейрамбек. А вы что, Мейрамбек, что ли, да? Оны қыз Мейрамбек деп айтып қойдым ол. Ол жекеңе берейін, ол жекең жақсы айтты. Ол жекең Алмабет просто. Қашан? Олжас Сулейманов бүгінгі кешіміздің жеңімпазы. Бүгін бізде қонақта болған қазақша ЧБД Нұрсұлтан Үсенов. Қошемет, шапалақ.